Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен осы ерлі ертегілердің ішіндегі басты кейіпкерлермен сұхбат алатын боламыз. Ал кеттік. Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Кеше біз батыр бала ертегісін тыңдап, оның қайсарлығын жүрегімізге түйген едік. Сәлеметсіз бе, Мамай батыр? Сіздің бір үлкен арманыңыз бар дейді ғой. Сәлеметсің бе, Ажар? Иә, менің жүрегімде бір ерекше арман бар еді. Ол қандай арман еді? Мен ел қорғайтын, халыққа тірек болатын ұрпақ армандадым. Сол үшін 9 ұлым қыз болып, жалғыз қызым ұл болмады деп арман етемін деп айтқанмын. Бұл сөзден үлкен үміт пен тілек сезіледі. Дұрыс айтасың. Бұл ұрпақ елге қорған, жерге қамқор болса деген арман. Бұл арман балаларға да үлгі екен. Иә, балам. Әр бала білімді, батыл, елін сүйетін азамат болып өссе, арманымның орындалғаны. Ендеше 4А сынып оқушысы Нұрланұлы Жанаділдің дайындаған Мамай батырдың арманы ертегісін бірге тыңдайық. Рахмет сізге, Мамай батыр. Сіздің ертегіңізден үлкен ой салады деген ойдамын. Рахмет, жас ұрпақ. Армандарың биік болсын. Апа, ертегі оқып беріңізші. Қандай ертегі? Мамай батырдың арманы. Ал онда тыңдай ғой, балам. Бұрынғы өткен заманда 3 жігіт жолаушы жүріп келе жатып, бір ауылға кездесіпті. Ауыл сыртында мал бағып жүрген малшыға жолығып, "Мына көрінген ауыл кімнің ауылы?" деп жөн сұрапты. Малшы, "Мамай батырдың ауылы" депті. Одан жүріп кетіп, тағы бір малшыға жолығып, "Мына ауыл кімнің ауылы?" деп сұрапты. Ол да "Мамай батырдың ауылы" деп жауап қайырыпты. Сонымен бұл 9 ауылдың малшысынан сұрағанда, 9-ы да "Мамай батырдың ауылы" деп жауап береді. Күн бата 10-шы ауылға келіп, ақ үйдің тұсынан түсіп, сол жерге жүрген бір жігіттен, "Бұл кімнің ауылы, қонуға бола ма?" деп жөн сұрайды. Жігіт, "Мамай батырдың ауылы, мен барып ақсақалдан рұқсат сұрап келейін" деп жүгіріп кетеді. Жолаушы жігіттер, "Бұл Мамай деген кісі ме, жоқ бір ел ме?" деп аң-таң қалысады. Жігіт қайтып келіп, "Сіздерге рұқсат қонсын" деді деп қонақтарды алға бастайды. Сонымен 3 жолаушы әлгі үйге сәлем беріп кіріп келеді. Келсе, төрдегі төсекте сақалы бел орнына түскен аппақ қудай бір шал отыр екен. "Ей қонақтарым, жоғары шық" дейді шал. Қонақтар төрге шығып отырады. Сәлемдесіп болған соң шал, "Иә жігіттер, не естіп білгендерің бар" дейді. Қонақтар, "Осы Мамай батыр кісі ме, жоқ болмаса бір тайпа ел ме? Біз 9 ауылдан өтіп 10-шы ауылға келіп отырмыз. Барлығын Мамай батырдың ауылы деп айтады" дейді. Сонда төсекте отырған шал, "Ей бәйбіше, менің астымдағы көрпені жерге салшы, мен қонақтарыма мұның жайын айтайын" деп бәйбішесіне көрпені салдырып, қонақтарының қасына отырыпты. Сонан соң ол, "Ей балалар, осы Мамай батырың мен боламын. Айтқан 9 ауылың, менің 9 ұлым бар, солардың ауылы. Өзім мен 10-шы ауыл" дейді. Мұны естіген жігіттер, "Ой, бір-ай ақсақал-ай, сізге арман бар ма екен?" деп таңдайларын қағыпты. Сонда Мамай батыр, "Ой балалар, ол не дегенің? Мені қартайтқан сол арман ғой" дейді. "Ай ақсақал-ай, сізді арман қартайтса, басқа ел арманнан өліп қалмай ма, босқа жүр екен" дейді аналар. "Мен сендерге арманымды айтып сынатайын. Мені мына нәрсе қартайтты" дейді ол. "9 ұлдың ортасында жалғыз қызым бар, аты Бикеш. Арманым жалғыз қызым ұл болып, 9 ұлым қыз болмапты." Қонақтар, "Неге олай дейсіз?" деп әңгімеге қызыға түседі. Сонда Мамай арманын ақтарып салыпты.
Менің әкем де, әкемнің әкесі де Үшарал деген жерге аң аулап барып қайтып оралмапты. Үшті күйлі жоқ болып кетіпті. Содан мен ер жеттім, ат жалын тартып міндім. Сөйтіп жүргенде маған әкем де, атам да Үшаралға барып өлді. Онда қандай пәле бар, барып көріңізші деген ой түсті. Елімізде бір балгер адам бар еді. Соны шақыртып алып, жөнімді айттым. Ол қобызымен ойнап жіберіп маған: тіл алсаң барма, әкелерің сонда өлді, сен де сонда өлейін деп едің, деді. Бірақ бұл сөз мені тоқтата алмады. Тәуекелге бел байлап, бәйге күрең атым бар еді, соған мініп Үшаралға жүріп кеттім. Бірнеше күн жүріп Үшаралға да жеттім. Жері шүйгін, неше түрлі аңдары да, қалың тоғайлары да көп екен. Аң атып жеп азық қылдым. Маңайды алай-бұлай барлап көріп едім, менің әкелерімді құртып жүрген пәле еш жерден көзге түсе қоймады. Сонымен қанша жүре берейін, қой қайтайын деп ойладым. Сөйтіп, атқа қонбас бұрын қарнымды тойдырып алайын деп бір аңды атып алып, бақырға салып пісіріп отыр едім. Әлден уақытта арқандаулы тұрған атым осқырынып қоя берді. Бұл жерде бір пәле бар екен. Етімді жылдан пісіріп жейін де кетейін деп асып отырған бақырымның қасына отыра бергенімде бір нәрсе зуылдап келе жатты. Қарасам, ұзын бойлы қара сұр әйел. Екі қолы қусырулы, екі көзі ішіп жеп барады. Ол келіп асулы тұрған еттің қасына отырды. Мен де екі көзімді одан айырмадым. Бір қолыма мылтығымды ұстап, бір қолыммен еттің астына от жағып отыра бердім. Бір уақытта ет те пісті. Анау кететін емес, қолымдағы мылтықты тастамаймын. Етті түсіріп, шанышқымен жеп отырмын. Бір жіліктің басын шанышқымен алып, ұсынып едім, аузын ашты. Аузына сүйек мүйегімен асатып едім, ол бірақ толғап, сүйегімен бірге жұта салды. Сонымен мен де отырдым, ол да жауап қатпады. Көзімді одан айырғам жоқ. Егер көзім ауып кетсе, қағып жібереді екен деп ойладым. Біраздан соң ол тұрып жөніме кетті. Қой, менің әкелерімді құртып жүрген осы пәле екен деп кетпек болып атымды ерттедім. Бірақ артымнан бұл қалай, мен елге барғанда не көрдім деп барамын. Осы жерге қонайын деп қайта ойландым. Сөйтіп мұның артын тағы байқамақ болып бекініп, түнде өз бойыммен бірдей жуан теректі кесіп әкеліп, ер тоқымды басына жастап, үстіне қара шапанды жауып, кісі құсатып жатқызып қойдым. Өзім биік талдың басына шығып, мылтығымды ұстап, ұйықтамай аңдып отырдым. Ай жарық болатын. Бір уақытта атым тағы да осқырынып қоя берді. Қарасам, бағанаға әйел екен. Ол келе сала шапан жамылып жатқан әлгі бөренеге мініп алып, жұмалай бастады. Мен мылтықпен тақ етпеген дәлдеп басып салдым. Ол тұра қашты. Мен де жылдам атымды ертеп мініп, ізіне түстім. Жүрген жерінен қанын жосып аға беріпті. Қалың тоғайға жеткенде атым жүре алмады. Атымнан түсіп, ізіне жаяу түстім. Жүріп отырып, күркесіне де жеттім. Әйел соған кіре құлапты. Күркенің төбесінде ақ балта айдың сәулесінде шағылысып, шарқырап тұр екен. Соны алып, екі қолын кесіп алдым да еліме қайтып келдім. Келісі мен баяғы барма деген бақсыны шақыртып алып: міне мынау жезтырнақтың қолы, мынау палтасы. Сен барма деп едің, мен барып, әкелерімді өлтірген дұшпанымнан кек алдым дедім. Сонда бақсы отырып: бұл көк тырнақ, олар адамды өп-үшкір темір саусақтарымен ұсатып жібереді. Өлтіргеннің дұрыс болған, бірақ балтаны алмау керек еді. Енді мұның керегі бар. Осы балта қайда тұрса, соны 3 айда, болмаса 3 жылда іздеп тауып, ауылың мен үгіп кетеді. Оған дейін босағада ұйықтамай бағын отыруың керек дейді. Есіңе сақта, оның басын өз балтасы болмаса, өзге нәрсе кесе алмайды. Сонымен бақсының сөзінен шошып, түн болса ұйықтамай ақ балтаны алып босағада отыратын болдым.
Сөйтіп жүргенде жалғыз қызым Бикешті күйеуге беріп, қалың малы біткен соң тойын жасап ұзаттым. Басына үй тігіп мал беріп, ал Бикеш, мені не қалайсың? Жалғыз қызым едің, не сұрасаң да сенен аямаймын дедім. Сонда қызым айтты, маған берген малың да үйің де керек емес. Мені қызым десең, жесірнақты өлтіріп, әкелген ақбалтаңды бер. Босқа түктей сұрамаймын. Басқа. Мен қорқып кеттім. Әй балам-ау, мұны қалай беремін? Саған берсем, мені өлмеймін бе дедім. Оған қызым болмады. Оны бермесең, қызым деме деп жылап отырып алды. Қайтейін, жалғыз қызым жылаған соң, көгінен қимай амалсыздан ақбалтаны бердім. Қызым ырза болып аттанды. Жасауын мен апарып салып орналастырдым. Содан кейін өз балтамды алып, ұйықтамай аңдып отыратын болдым. Енді қызыма келейін. Барған соң қызым өзінің ақ отауын ауылдың қия бір шетіне тіккізіп, түн болса ақбалтаны алып ұйықтамай босағада отырады екен. Күйеуі де әйелінен қорқып ұйықтамайтын болыпты. Бикештен сыр сұраса, ол кейін айтамын деп сырын ашпапты. Сөйтіп, қызым бірнеше күн ұйықтамай күзетіп отырыпты. Бір күні түнде ай жарық екен. Ауылдың иттері шулап, үріп, сыртқа қарай жөнеліпті. Бикеш те үрген жаққа көз жіберсе, бір ұзын адам келе жатыр дейді. Ит үрсе, әлгі отыра қалады екен. Сол кезде иттер жай-жайына кетеді. Онан кейін ол қайта тұрып жүреді. Тағы ит үрсе, тағы отыра қалады. Сонымен ауылдың шетіне жетіп, шеткі үйден бастап аралап, барлық үйлерден өтіп, Бикештің үйіне келеді. Бикеш те ақ балтаны қолына алып, дайын тұрады. Ол да келіп, есіктен үйге кіре береді. Сол кезде ақ балтамен қақпастан салып жібергенде, басы жерге ұшып түседі. Бикеш төсекте жатқан күйеуін оятып, мына жатқанды көр деп барлық сырын айтып береді. Екеуі жесірнақ кірген үйлерге барады. Ол барлығын үй ішімен бірін қалдырмай өлтіре беріпті. Сонымен күйеуі екі атқа мініп, жесірнақтың қолын кесіп, ақ балтаны алып маған келді. Әке, міне балтаңыз. Мен ақ балтаны сұрағанда, өзім өлейін, 9 ағайынмен сізді құтқарып қалайын деп ойладым. Егер сіз балтаны бермегенде, 9 ұлыңыздан айырылып, өз басыңыз жалғыз аман қалғанда кімге тұлға болар едіңіз? Мен өлсем де ағаларын өлмесін дейдім деп, ақ балтаны өзіме берді. Міне арманым осы балалар, 9 ұлым қыз болып, жалғыз қызым ұл болмады деп арман етемін. Осы арман ба, жоқ арман емес пе қонақтар? Арман болса мені қартайтқан, міне осы, деді Мамай батыр. Я, мынау үлкен арман екен депті қонақтарына.